Қайырлы күн, қайырлы кеш достар. Бүгінгі өте маңызды тақырыптардың бірін қозғайын деп отырмын. Кез келген микрофонға қалай дұрыс настройка жасаймыз деп аталады. Сіз микрофонды қай жерде қолданасыз? Бірінші айтып кетейін. Микрофонды көп жағдайда мен сияқты осындай видео сабақтар, немесе бір фильм түсіретін болсаңыз, осындай камерамен жұмыс жасайтын болсаңыз, веб-камерамен немесе петличкамен немесе алдыңғы өзіңіздің жеке сатып алған микрофоныңызбен жұмыс жасайтын болсаңыз, міндетті түрде оны компьютерге настройка жасау керек. Сол туралы бүгін айтатын болам. Микрофондарды көп жағдайда тағы да мысалға Zoom программасы арқылы мұғаліміңізбен әңгімелесу үшін немесе бір конференцияға қатысу үшін Skype деген сияқты программалармен видеозвонок арқылы сөйлесу үшін міндетті түрде компьютеріңізге микрофон орнату керек. Өзіңіздегі бар микрофонды наушник арқылы болсын немесе жеке сатып алған микрофоныңыз болсын. Сол туралы бүгін айтатын болам, негізгі ережелерін және функцияларын. Бұл видеоны түсіру себебі мен біраз болды видео түсірмей кеткеніме, 6 айдай болып қалу керек примерно. Соны бүгін компьютерім переустановка жасалған, одан кейін микрофон басқа жерде жатқан, оны әкеп бүгін қосып видео түсірейін десем, бірнеше қиындықтарға душар болдым. Сол туралы енді біреулерге пайдасы тиер деген ойда негізгі кез келген микрофон сатып алғанда компьютерге қосқанда ол жай ғана жұмыс жасамайды, негізгі ережелерін білу керек. Сол туралы айтатын боламын. Ең бастысы астында тұрған подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Микрофоным қосылып тұр екен. Кеттік ендеше. Ең бірінші, сізде компьютеріңізде драйвер, звуковой драйвер, дыбыс драйвер орнатылған болғаны білу керек. Егер сіз YouTube-та ашып бір дыбыстарды естіп тыңдап отыратын болсаңыз, немесе менің видеомды тыңдап отырсаңыз, онда сізде видео драйверіңіз, аудио драйверіңіз жақсы орнатылған деген сөз. Оны бір жағынан тексеруге болады. Мой компьютерге барамыз. Кез келген жерден рабочий столдан болсын, сосын управлениеға барамыз. Соның ішінде диспетчер устройствода осы жерде барлық драйверлерді қараймыз. Мысалы менде аудио выходы қараймыз, динамика бар, микрофон қосылып тұр. Сіздерде микрофон қосылмауы мүмкін, оны қаяқтан қараймыз. Жалпы аудио драйверларыңыз болса, микрофонды істеп тұрмаған, оны жақтан қараймыз. Ендеше кеттік. Сағат жақтан да қосылып тұр бәрі. Сағат жақтан мынандай динамики деген өзіңіз звукты шығаратын раздел не бар, кнопка бар. Соны басып, оң жағын басып, звукиға кіреміз. Мен Windows операциялық 10 жүйесімен кіріп жатырмын. Енді көп пользовательдерді Windows 10 қазіргі таңда деп ойлаймын. Егер сізде жеті басқа версия, төмен версия немесе одан да басқа операциялық жүйелер болатын болса, негізгі ережесі бір. Осындай неге кіреміз, звуки, соның ішінде записи деген бар. Сізде қарайсыздар, осындай микрофон деген, мен сөйлеп жатқанда қараңыздар, менде қозғалып жатыр шкала. Егер сізде қозғалмай қатып қалатын болса, оң жағын басып қараңыздар, сізде отключен болуы мүмкін. Сонда включить дейсіздер. Менде қазір қосылып тұр, міне көрдіңіздер. Науда мысалы менде де басқа да веб-камерамның өзінің микрофоны бар. Оны қосып қойсам болады, бірақ ол маған керек емес. Менде өзімде жеке микрофон бар. Беспроводной петличкамен, сондықтан мен соған настройка жасадым. Ал камерам сол Logitech-тің өзінің сол камерасын қолдандым. Камерам басқа, запись жазатын микрофоным басқа. Негізі екеуімен де два в одном жасауға болады, бірақ енді петличкамен болғаннан кейін эхолар, шумдар төмен болу үшін соны енді сол үшін сатып алдым. Сондықтан өзімнің жаңағы микрофонымды бөлек қолданам деп. Осы жерде сіздерге мысал ретінде енді бұл жерде микрофонға барамыз, сіздерде болмауы мүмкін. Соның свойствосына кіресіздер. Енді осы жерде қарайсыздар. Уровни деген бар, мына жерде уровендерін қарайсыздар, көбінесе плюс 10 децибел болады, стандартный. Енді әр децибелдерді қарап, звуктарды жазып көрсеңіздер болады. Одан кейін улучшение. Мысалға мен аны қойып өшіріп тастадым. Подавление шума, подавление эхо, аналарды мысалға алып тастасаңыз да болады. Өзде шумдар қаттырақ болады. Қойып та көріңіздер, эксперимент жасап. Одан кейін дополнительный дегенге қарайсыздар. Осы жерде енді стандартный двухканальный 16 бит, сіздерді басқа тұру мүмкін. Көп жағдайда көп блогерлерді зерттедім, сонда стандартный болған көп тиіспейді. Сондықтан осы настройкалерін осылай менікіндей қарап қалдыра берсеңіздер болады. Менде 10 децибелді нормально. Жоғарылатсам жаман болып кетеді. Эксперимент жасап көрсеңіздер болады. Так, одан кейін тағы не істеуге болады? Воспроизведение деген бар. Воспроизведениенің ішінде тоже динамики деген бар. Соның ішінде тоже свойствосына кірсеңіздер, осы жақтан да қараңыздар, уровендер қалай тұр.
мен сияқты микрофонды максимально 100-ге қойып қойсаңыз болады. Аудио аутпутты тоже 100-ге қойсаңыздар болады. Сіздерде басқа төмен болуы мүмкін, соны қараңыздар. Улучшение настройкалармен ойнап көрсе болады, бірақ неотложенный режимде тұрады по умолчанию. Тиіспейміз. Одан кейін нелерін қараңыздар, тоже осылай менікіндей тұрма. И қалғандарына ешнәрсе тиіспейміз, болды. Сосын тағы бір ескертетін нәрсе бар. Поискті басып, Realtek деп жазсаңыздар болады. Менде Realtek жоқ, или болмаса екінші варианты бар. Панель управленияға кіресіздер. Windows R-ді басып, выполнитқа барып, Control панель. Панель управления білеміз деп ойлаймын барлығымыз. Соның ішінде Realtek деген бар. Қай жерде Realtek? Диспетчер Realtek деген бар. Сол жерден де негізді настройкаларын қарасаңыздар болады қосымша. Осы жерде мен айтқандай настройкаларыңыз бәрі қосылып, бәрі идеальный болатын болса, онда сіздің микрофоныңыз жұмыс жасайды. Так, осы жерлерден де ойнасаңыздар болады. Мына жерде усилитель, қарап удаление шума, тұрмағандай галочка алып ұстауға болады. Мына жерде көрсетіп тұр. Осыны қойып көріңіздер, алып ұстап та көріңіздер, қалай записьті, қалай тексересіздер одан кейін. Осы жерде настройкаларды қарасаңыздар болады. Бұларға жеке кейін профессионально қарайтын кезде тағы келуге болады. Негізгі настройкалар осындай. Ешқанша лишний тиіспейміз, тек осы удаление мен эхоға қара қойып көрсеңіздер болады. Қалғандарын бәрін регулировкаларына менікіндей болса, қалғандарына тиіспей қойсаңыздар болады екен. Так, міне негізі айтайын дегенім сол, жалпы көрдіңіздер, міне жерде қайтадан басам, звукыға кірем. Запись менде міне микрофон. Көп жағдайда осы өшіп тұрады сіздерде. Осының жаңа настройкаларын менікіндей қарайсыздар. Осының қосылған қосылмаған ескеріңіздер. Модель міндетті түрде қараңыздар. Егер веб-камераның өзіндегі микрофонды бірге қолданам десеңіздер, қазіргі веб-камералардың өзінің звукі бар бірден. Сол жерде ол кезде екеуін де қосып қоясыз. Осы жерде включить дейсіз, программаңыз сол программа арқылы қосыла береді. Мына жерде звукын қосып қоясыз записке арнап. Мен записке басқа микрофон болғаннан кейін осыны қостым. Осы жерде маңызды нәрсені қарайсыздар, болды. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, түсінбей жатқан, сіздерде басқа нелетін болса, комментке жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мүмкіндігінше, шамам шарқын келгенше жауап беруге тырысамын. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.